Көрермен біздің бағдарламада халық қалаулылары мен танымал тұлғалардың, сондай-ақ ел ағаларының сұхбатын көре аласыздар. Бүгін еліміздің білім және ғылым министрі өз жоспарымен бөліспек. Ендеше кезекті әріптесім Мейіржан Үзғұттыға беремін. Құрметті көрермен, бүгін біз жаста болса еліміздің бас ұстазы, білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетовтің кабинетінде қонақтамыз. Асеке, ассалаумағалейкум. Сіз 13-ші министр екенсіз. Енді қазақта 13 санның орны бөлек. Дегенмен басқа ұлттар одан сескенетіндер бар. Сіз қалай ойлайсыз? Енді біз қазақ деген ырымшыл халықпыз ғой. Бірақ десек те, ырымшыл халықпыз десек те, менде осы 13 санына деген соншама қорқатын, ондай ырымдарға мен жақын деп айта алмаймын, ол біріншіден. Екіншіден, қазақтарда 13 деген санға соншама қатты қорқатын ештеңе жоқ. 13 жаста отау иесі болады дейді. Солай сияқты қазақтарда 13 санына соншама бір жаман ештеңе естіген жоқпын. Жалпы онда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Министрлік қызметіне кіріскеніңізге де көп бола қойған жоқ. Бірақ біраз жұмыстар атқарып жатсыздар. Бір қандай да бір жаңалық күтеміз ба сізден? Әрине де жұмыс істегеннен кейін жаңалықтар болады. Бірақ мен оны осы қызметке келгеннен бастап айтып отырмын. Бұл жаңалықтар жаңағындай соншама ертең күні мынаны істейміз, бәрін өзгертіп бастаймыз, жаңадан бастаймыз, менің алдында бәрі дұрыс болған жоқ деген ондай жаңалықтар әрине де болмайды. Жалпы өздеріңіз білесіздер, мемлекет басшысының өзінің сайлауалды бағдарламасы бар. Сол бағдарламада осы білім саласына көп мәселе белгіленді, айтылды. Жалпы енді осы жолдауда да білім саласына өте көптен бері айтылып келатқан өте қиын, жалпы осы біздің қоғамымыздың көкейінде жүрген сұрақтар көтерілді, сол сұрақтарға жауап берілді. Міне сол мәселелермен жұмыс істейміз. Енді оның алдында да елбасының жаңа біздің алдымызға қойып кеткен тапсырмалары бар. 100 нақты қадам, ұлт жоспары, басқа да бұл мәселені де ары қарай жалғастырамыз. Сондықтан мен жаңа министр болып келіп, жаңадан бәрін өзгертіп жерем деп олай айтуға болмайды, және айтпаймын да. Орта білім жүйесінде де біраз өзгерістер бар. Енді ол сізге дейін де жасалды. 6 жаста мектепке бару, 12 жылдық деген сияқты. Бірақ оқулықтарға қатысты проблема әлі нақты дұрыс шешілмей келе жатыр. Ол қалай алдағы уақытта жүзеге аспақ, қандай бір шешімдер қабылданады? Өздеріңіз жақсы білетін шығарсыздар, оқулықтар бойынша мен тиісті үлкен кеңес өткізіп, бұл мәселені біз кеңінен талқылаған болатынбыз. Біздің өзіміз оқулықтарда шын мәнінде өте үлкен жаңағындай проблемалар бар екенін өзіміз келісіп мойындап отырмыз. Ең басты мәселе оны, ондай жаңа біздің оқулықтарда проблемалар бар. Оны біз білеміз. Екіншіден, не істеу керек? Бұл өте үлкен кешенді проблема. Оны тек қана бір кішкентай мәселесін алып, біз оқулықтардың бәрін қалпына келтіреміз, ертеңнен бастап керемет оқулықтар болады деп, жай бір жағынан ғана қарасақ, әрине біз оны істей алмаймыз. Сондықтан бұл кешенді проблема болғаннан кейін, кешенді, жүйелі оның шешімі болу керек. Сондықтан біз қазір тиісті үлкен жүйелі бір осы оқулықтарға қатысты өзгерістерді дайындадық. Соның ішінде біздің бұйрықтарымыз бар, жалпы осы жүйені өзгертіп жатырмыз. Ол жаңағы айттық экспертизадан бастап, оқулықтарды дайындайтын авторлардан бастап, бұл оқулықтарды өткізетін апробациядан бастап, бұл жалпы оқулықтардың мазмұнынан бастап, бұл оқулықтарды дайындау үшін берілетін бағдарламадан бастап, осының бәрін басын біріктіріп, бәрін жүйелі қолға алса, әрине де бұл мәселеге түбегейлі өзгерістер жүргізуге болады. Өзіңіздің балаңыз мектепте оқиды, қандай мектепте оқиды? Өзіңіз апарасыз ба мектепке, сабағын қаратасыз ба? Мен балам 4-ші сыныпта оқиды. Қазақ мектебінде, мемлекеттік мектепте. Барлығын айтатын болсақ. Бір, екіншіден әрине де күнделік біз қазір электронды күнделік дейміз, бірақ десек те онда андай қағаз жүзінде күнделігі де бар. Сол күнделік алып келеді, ол күнделікті мен тексеріп қарап отырамын. Кеше түнде жұмысқа келгенде, уже кеш болып кетсе де күнделігін ашып, қандай тапсырма берді, не істеп жатыр, қандай мысалы баға алып жатыр деген мәселені әрине де ол енді ер бала мен ер азамат болғаннан кейін біздің ара қатынатымыз өте тығыз болу керек. Бұл өте маңызды. Сондықтан біз бірге ойнау, бірге уақыт өткізу, әңгімелесу, жаңағы мектеп жұмыстарына қарап қадағалап отыру, ол әрине де әр ата-ана үшін өте маңызды мәселе. Жұмыс деген ол өте маңызды, жұмыспен әрине біз бәріміз жұмыс істейміз, бірақ балаға әрқашанда уақыт тауып отыруымыз керек. Біз нені үйретуіміз керек? Біз балаларға сен министр бол, сен президент бол, сен мынандай маман бол деп үйретпеуіміз керек. Біз балаға дұрыс адам бол деу керек. Мысалы, мен өзім тәрбие бергенде мен айтам, мен сияқты, мысалы, мен таңдаған мамандықты таңдау міндетті емес, өйткені маған қарап отырады ғой.
өзіңнен сұрайсың ғой, кім болғың келеді? Сен сияқты болғым келеді. Мен айтамын, мен сияқты болу міндетті емес. Сен ең басты адамгершілігің болу керек, ең басты дұрыс азамат болуың керек. Ең басты осы отанын өзін сүйетін жақсы азамат болуың керек, сол ең бастысы. Егер сен жаңағы сварщик боласың ба, егер сен жаңағы дәрігер боласың ба, мұғалім боласың ба, президент боласың ба, ол бөлек. Ең бастысы адам болып үйретуіміз керек. Осы бүгінгі күні мектептің алдында тұрған, жалпы қоғамның алдында тұрған, жалпы ата-аналардың алдында тұрған бір үлкен мәселе деп өзім санаймын. Сондықтан осындай тәрбие берсек, онда әрине де біздің мемлекетіміз үшін бұл өте бір жақсылық болады. Өзіңіз де қарапайым мұғалімдіктен бастадыңыз. Бірнеше сатын өттіңіз. Қазір енді министр ең жоғарғы бас ұстаз деңгейге дейін жеттіңіз. Осы уақыттағы алған тәжірибе, білім, жалпы министр болуға ары қарай осы білім жүйесін жетілдіруге қаншалықты жеткілікті? Ол дұрыс па? Жеткілікті, қысқаша айтайын біріншіден. Екіншіден, мынау өзі өмірде берілетін әртүрлі алдында тұрған жаңағындай сатылар, олар өте маңызды. Мысалы, ауданда істегенде, одан кейін маслихатта депутат болғанда, облыстық білім басқармасын басқарғанда, одан кейін осы жерде істегенде, басқа жерлерде істегенде, мен қазір осы министр болып келгенде, соның мен үшін қандай құнды екенін түсінемін. Өйткені мысалы ауылдың мәселесі айтып отырса, ауылдың мектебі мәселесі айтып отырса, мысалы мен оны түсінемін. Өйткені өзім ауылда істедім, өзім ауылдан шықтым. Сондықтан маған ол бөтен нәрсе емес. Мысалы, жаңағы жоғарғы оқу орындарын айтатын болсақ, мектептерді айтатын болсақ, колледждерді айтатын болсақ, облыстарды айтатын болсақ, онда да түсінемін, өйткені мен ол жерлерде жұмыс істедім. Сондықтан жалпы бұл тәжірибе тиісті, дұрыс, уақытылы шешім қабылдау үшін өте маңызды деп санаймын. Бас ұстазының да өз ұстаздары бар шығар. Араласып тұрасыз ба? Любовь Валентиновна деген бірінші ұстазым болды. Ол кісі енді өкінішке орай қайтыс болып кетті. Бірақ осыдан 2 жыл бұрын ұстаздар күніне мен ауылға бардым. Өзімнің мұғалімдерімді жинадым, соларды құттықтап, жақсы жылы сөз айтып, жалпы осындай қарым-қатынас бізде әлі күнге шейін бар. Насеке, уақытыңыздың өте шектеулі екенін түсінеміз. Бізге уақыт бөлуіңізге рахмет. Еңбегіңізге жеміс тілейміз. Білімді ұрпақ көбейсін дегім келеді. Рахмет. Аман болыңыз. Жақсылық болсын. Рахмет. Сау болыңыздар.